Сәлем достар, бүгін біз күшті ойын ойнайын деп жатырмыз. Екі команда болып айтпай бір-бірінің артына сурет салады, соны табамыз, я. Қай команда ұтады деп ойлайсыздар? Ана сендердің командаларың аты қандай? Жас тұлпар. Ал сендердің командаларың? Жас қыран. Жас қыран. Давайте, ал. 1, 2, 3. Кім қатты чувствительный десеңші? Иә, кім қатты? Ал. Амина салады ғой. Сала бердер. Амина не салады екен? Диас не салады екен? Диас не салады? Ал, дарын сала бер. Дарын бізде мынандай салды. Ал, Амина әлі салу үстінде, бірақ үстінен Диасты салады. Қатты басшы. Қатты бас дейді. Қатты бас. Баян әпшесі, Айша әпшесі. Ал, ұқсай ма? Масқара тоқтайды емес, мыналар. Ешқайсысы да тоқтайтын түрі жоқ. Ешқайсының тоқтайтын түрі жоқ. Ал, Амина былай істеді. Короче, бұл жерде әркім өз фантазиясын салып жатыр. Мына жас қыран тобын көрейікші. Мына. Райына тоқтасаңдар. Айша әпшесін қара. Үлгер ана жатыр. Мінекей, әркім өз қиялындағын салды. Бірақ ешкім тоқтамайды да. Мынау да салып жатыр. Дары, Диас, Амина. Расылда. Айша. Кеп жатыр ма? Менікі ұқсап жатыр ма? Енді қатты болмаса да әркім әр нәрсе салып кетті. Ал енді көреміз ба? Нәтижесін конкурстың. Ал 1, 2, 3. Бірінші жас қыран тобынан көрейікші. Кән бір-бірлеріңізге қаратыңыздар. Ұқсай ма? Примерно ұқсатыппыз ғой Мына жүректі. дарындікі. Раянан жүрегі күліп тұр. Айша әпшесінің жүрегі де күшті болып тұр, короче. Ал енді Комментарий жазыңыздар қай не қалғанын. жас тұлпар ма? Ал бір-бірлеріңе қаратпайсыңдар ма? Көрмейсіңдер ма? Ұқсаған ба? Машина салайын деген, бірақ Амина басқасын сап кетті. Бір-бірімізді сезеді екенбіз, короче. Я сезеді екен. Екі командада молодец, күшті. Әдемі. Сау болыңыздар.